Жастар işler жақсы. Қана bizim подрядчигimiz қана kim келді бе? Қанат келдің бе? Жақсы. Қандай жақсы işler жақсы. Жақсы өзіңіздер. Жігіттер қандайсыңар? Қана отырғыла. Солға жүргіле чай ішіп сөйлесіп отырамыз. Бұл балдарға бір чай беріп қойын деп. Бары қанат. Балдар бірінші отырғыз. Мына жетекшілердің барын шақырдық. Өзіңерге тиішті мәселелерді барлығыңар бір sıra қарап шыққыла. Мақұл ба? Водоканалды пасовая линия қарағыла, ТЭЦ пасовая линия қарағыла, РЭЦ пасовая линия қарағыла, Зеленхоз пасовая линия, Горсвет өзіңіздің емен бойынша қарағыла, ОМС өзіңіздің мәселелер толық бойдан. Азыр айланып қарайбыздағы қарап. Қайсы жерде жардам бере тұрған жері бола тұрған болса жардам бергіле. Мақұл ба? Бұл жер мұрда мемлекеттік садик болған, қолдан қолға өтіп гадами bir 30-40 жылдан бері жекеменшік өтіп, бұл жер университет болды, садик болды, казарма болды, қайтып, емне ғана болған жоқ. Кейін сотқа беріп, соттан ұтып алып, өзіміздің қаражатымен, мэрияның қаражатымен толық бойдан ремонттап атабыз. 280 орынды балабақша. Бұл почти мына жерде қалды біздікі, тура ма? Бұл жерде еме қалды. Бұл жер кафель болады, же ламинат па? Кафель болады. Кафель болады, отопление істеп атады. Отопление істеп атады. Я. Каскаспен қалдасың айтқанда. Толығыменен бардық комнаталар ыстық ішінде. Бұл бір блок. Бұл бір блок, бұл А блогы. Бұл жер кухнябыз, а? Кухняда кафелдер өткен полдың кафелі болсақ. 20-тан жетішеміз бе? 20-сы, 25-і. Я. 25-іне чек. 25-і? Іштеріңіз бар да? Кеше Ақжол 20-сы да аттылы. Сен келіп бүгін 5 күн қосылдасың. Ешіктегі іштеріңіз бар да, асфальттарыңыз чек. Іштей тұрған мезгілде, жаз келіп қалды. Ауарай ерте жаздайлы, аз тоқ іштеш керек. Красканы берсе келе болды. Бізге бір еме болды. Краска? Суық тұғылы. Суық болды. Бұл су аз краскаласы болады. Отопление беріп алдық, уже отоплениемен красканы бере бересіз. Мына уже терезелерді ашып қойып. Ашып қойды. Артығы шындай. Жолай мен. Қолды табылған бардым. Bir sıra şu emel basıp duruyor. Kaskanı veriyoruz. Kaskanı ne? Tesile verip koyalım. Бұл жерде ошондой экен. Бардығы касканы. Құда қалса, мынау кейінгі мына бір аптаның ішінде 10, 12, 13 градусқа шейін келді. Ошолда краскалап салыш керек та. Уже баштадық каска. Анча-мынча комнаталар каска беріп баштадық уже. Бұлар мынау ванналары, туалеттері. Туалеттеріндағы андай қылып даярлап қойғанбыз. Мынау поддондарын даярлап. 2-3 күнде асфальт масалып бұл жағындағынша. Құда қаласа. Азыр мынау 2-3 күнде погода жақсы беріп отыр. Асфальтын сүйлөшүп қойдым балдарменен. Ооба. Қана, отырыңыздар. О, жаннаттан башта мына жерге чейин. Болма, көчөп. Көчүрүп бактарды жөлөм донам. Урматтуу куруучулар, урматтуу жетекчилер, биринчиден ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жаңы 2026 жылы жүз көрүшүп отурабыз. Жаңы жылыңыздар менен сиздерди куттуктайм. Экинчиден ошол балабакчанын тарыхын силер өзүңөр жакшы билесиңер. 30 жыл десем, авам айтты 32 жыл болду депчи. Ошол балабакчанын жабылып кеткенине 32 жыл болгон. 32 жылдан бери бул жер эмне гана болгон жок. Биринчи башта балабакча болду, анан жеке менчикке өтүп, жанагы приватизация, прихватизация болуп, жеке менчикке өтүп, университет болду, анан кайтып жеке менчик, садик болду, анан кайтып университет болду,
койкана болду, малкана болду, эмне гана болгон жок бул жер. Ошондой болду ооба. Мынакей абам өзү чуркап жүрүп, биз менен бирдикте кийин, мына биз келгенден кийин чогуу жерди сотко берип, соттон утуп алдык. Соттон утуп алып, толук бойдон бул жерден жанагы ремонтко чейинки акыбалын көрсөңөр абдан начар болчу. Ушул жерди биз муниципалитетке алып, урматтуу биздин төрагабыз Болот Талайбекович менен чогуу чуркап, аксакалдар менен чуркап, ушул жерди жеке менчиктен муниципалитетке өткөрдүк. Азыр бул садик биздин садик, элдин садиги, мэриянын садиги. Кудай кааласа мынакей январдын 25-inde ачабыз. Январдын 25-inde ачабыз. Чогуу ушу бирдикте мынакей Кудай кааласа ушул жерди ачып, садикти ишке беребиз. Ушул жерде мына Көкүмбүй көчөсүндө мынакей тетиги эмеден өткөндөн кийин, Барсбек Нестердин өткөндөн кийин тетиги эмеге чейин, кеңешке чейин бир дагы садик жок. Могул жерде бир кичинекей садик бар, аяка биздин бул жашоочулардын балдарын албайт. Баары шаарга барышат. Эми Кудай кааласа могул жерде 280 орундуу бала бакча ачылат. Эми өйдө төмөн болуп кете бир 400 балага чейин батырса болот. 400 балага чейин батырса болот. Ошо Кудай кааласа бүгүн ушу жаңы жылда биринчиден мынабу куруучуларга бир куюм чай берип коеюн деп мен ошондой бир чечимге келдим. Аксакалдардан бата алып берели деп, уста балдарга батыраак кыймылдасын деп. Кичине бир стимул болсун, кичине бир настроениесин көтөрүп коелу. Мында бул жоккобу биздин чоңдор деп жүрбөсүн деп атайын өзүм баш болуп шаардын жетекчилерин баарын чогуу алып келдим. Чогуу алып келип мына чай, бул биздин атыбызда, мэриянын атынан сиздерге чай. Андан башка урматтуу жетекчилер, силерге тапшырма. Так, сиздер азыр могул жерде жыйын бүткөндөн кийин ар бириңиздер кирип, водоканал өзүнүн линиясы боюнча, РЭС өзүнүн линиясы боюнча кимде кандай эме боло турган болсо, биздин ичканалардын пасовый линия карап жардам бергиле. Мэрибиз Жеңишбек Шермаматович күч берип, өзү жүгүрүп жүрүп, mana bu жаш балдар үчүн ага өргөнү куруп олтурат. Бул ага өргө бүткөнүгө 1-2 күн калды. Эмне деймин? Мэрибиз бүгүнкү күндө эмес, эртеңки күндө эмес, келечекти ойлоп жатат. Келечек 30 жылдан кийин шаарыбыз кандай болот? 30 жылдан кийин мамлекетибиз кандай болот деген таасирде ушу бала бакчаны куруп, жаштар өссүн деп, жаштар биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги. Мына ошону ойлоп, ушу үйдү куруп отурат. Эми ушу үйдөн чыган инсан чыксын, министрлер чыксын, атуулар чыксын, ушу ага өргө балдар үчүн байсалдуу болсун. Амин. Алла. Тынччылык болсун, денсаулык болсун. Ушу детсатыбыз ачылгандан мына жердеги кичтилдердин баардыгынын кубанычы ичине батпастан күндө звонок кылып менден сурашат. Качан ачат? Эми айтыңыз, 25 январда бериңиз. Эми 25 айтып калды. 25 январ деп мен коркпой эле. Айтыңыз, коркпоңуз ата. Ачылат деп турам. Эми ошо бир эле бул детсат эмес, дагы шаар боюнча 40 детсаттын 8 эле өтүптүр да. Мен ошо калган детсаттар дагы ачылып калса деген ниетте ушу сиздин командаңызга ишенип, Амин. ишиңиз ийгилик болуп, Амин. бала чагаңыз менен тынч болуп, элге кызмат кылып эле жүрө бериң. Амин. Аллах. Баптыр. Рахмат жигиттер. Тамага тартып болсун. Рахмат Канат сизге дагы. рахмат чоң.